Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus 6 кітабының 71 бетіндегі Be going to affirmative, negative and question тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Каналға тіркелгендерге ғана видео көрінеді. Сонымен бастаймыз. Жалпы біз білеміз, be going to дегеніміз ол бір іс-әрекетті жасайын деп жатырмын деген мағынаны білдіреді. Мысалға, I am going to eat pizza. Мен пицца жейін деп жатырмын. Болмысыз түрі I am not going to eat pizza. Мен пицца жейін деп жатқан жоқпын. Яғни мына to be-дан кейін not жалғауын қостық. Ары қарай сұрақ болған кезде am I going to eat pizza, яғни мына to be-ларымыз subject-тің алдына шығып кете салады. Оп-оңай. Жауап берген кезде yes I am, no I am not, яғни subject, одан кейін to be, subject, одан кейін to be. Түсінікті болды деп ойлаймын, апайларын тағы да түсіндірген болар. Ары қарай кеттік. Бірінші тапсырмада сендерге былай айтады. Complete the sentence with the words in the box and look at the examples. Then complete the rules, яғни мына сөздерге қарада мына ережелерді толықтыр дейді. Сөйлемдерді. Біріншіден мына қараймыз. I am going to visit pizza next year. USA next year. Яғни мен келесі жылы Америкаға барайын деп жатырмын дейді. Екіде you are going to take a tent. Сен өзіңмен бірге палатка алуың қажет дейді. Екіде she is going to meet a friend. Мінекей. Үште we are going to camp. We aren't going to camp болды. Төртте we are going to explore the jungle болды, иә. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерге келдік. Бұл жерде біз таңдауымыз керек ереже бойынша. We is going to talk about present or future plans and intentions. Яғни біз going to қолдануымыз керек осы немесе болашақ планға немесе ниетке дейді. Әрине біз going to болашаққа құрамыз. Мысалға мен барайын деп жатырмын, мен көрейін деп жатырмын деген секілді. Екіде we make questions with do, be, pronoun, noun, going to verb дейді. Яғни біз be және pronoun қолданамыз. Ол дегеніміз былай балалар. Бірінші subject қандай да бір зат есім, одан кейін бар going to, одан кейін бар to be, дегеніміз be етістігі ғой. Одан кейін барып going to, иә. Апайларын түсіндір деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге былай айтады. Choose the correct words, дұрыс сөйлемін таңда дейді. My friends деген ол немесе қыз бір адам, сондықтан ол is болады. Is going to walk in the town. They aren't going to buy anything. Олар ештеңке алайын деп жатырған жоқ, сондықтан олар болғандықтан, көпше болғандықтан aren't болады. We aren't going to make dinner, яғни you'dn't to be are болғандықтан we aren't going to make dinner. Біз кешкі ас жасайын деп жатырған жоқпыз. They are going to have болу керек, having болмайды. Holiday бізде демалыс болайын деп жатыр. Бесте I am not болады, себебі I'dn't to be am. I am not going to use computer. Алтыда we are going to wear болады, себебі екі айыншы қатар келмейді, иә. Ары қарай үшінші тапсырмада саған айтады, мына сөйлемдерді толықтыр дейді. Мына жердегі тұрған сөйлемдермен мен біріншісінің жауабын айта салайын. He-дің жауабы he isn't going to travel болады. Екінің жауабы he isn't going to see his family. Үште he isn't go to phone болады. Төртте I am not going to learn болады. Бесте I am going to see болады. Алтыда I am going to meet болады. Жетіде is going to eat болады. Сегізде isn't going to take болады. Тоғызда are going to read болады. Онда is going to write болады. Осы тапсырманы көшіріп алсам болады. Енді төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада саған былай айтады. Write the question about Ray finance and ask and answer with your partner. Яғни мына сөйлемдерді қолданып, Ray Fine туралы сұрақ қой және оған жауап бер дейді. Міне мен саған толығымен жауап жазып бердім және жауабы да бар. Бірге оқып талқылап көрейік. Бастадық. How many kilometers is he going to walk? Ол қанша километр жүрейін деп жатыр? Ол he is going to walk 5000 kilometers. Ол бізде жүрейін деп жатыр 5000 километр. Where is he going to start his journey? Ол өзінің саяхатын қайдан бастайын деп жатыр? He is going to start his journey in New York. Ол өзінің саяхатын Нью-Йорктан бастайын деп жатыр. Where is he going to finish? Ол қашан бітірейін, қай жерде бітірейін деп жатыр? Қай жерде аяқтайын деп жатыр? He is going to finish in Los Angeles. Ол Лос-Анджелесте аяқтайын деп жатыр. Is he going to sleep in a cheap hotels? Ол арзан отельдерде, арзан қонақ үйлерде ұйықтайын деп жатыр ма? Yes, he is. Yeah. What is he going to see?
Ол бізде не көрейін деп жатыр? He's going to see some fantastic countryside. Ол керемет көріністерді көрейін деп жатыр. Who is going to meet дейді. Ол кіммен кездесейін деп жатыр. He is going to meet with a lot of different people. Ол бізде кездесейін деп жатыр көптеген әртүрлі адамдармен. Жетіде. Is he going to take any camping equipments? Ол өзімен бірге походқа арналған құрал-жабдықтарды алды ма дейді. No, he isn't. Жоқ, ол алмады. What is he going to every night? Ол әр түнде не істейін деп жатыр. Ол әр түнде не істейді? He is going to write a blog. Ол өзінің блогын жазайын деп жатыр дейді. Мұны жауабын түгелмен жазып алсам болады. Пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада саған былай айтады. Find about your partner's future plans. Use the time expression A and the phrases in B or in your own ideas. Яғни мұна досыңның планы туралы сұрақ қой және жауап бер дейді. Мұна A менен B бағанасындағы сөздерді қолданып мен саған мына жерде 3 сөйлем жазып бердім. Осы 3 сөйлемді көшіріп алсам болады, немесе өз қалауынша құра. Мына жерден аласың және де мына жерден алу арқылы. Есті оқып көрейін. What are you going to do tomorrow? Сен ертең не істейін деп жатырсың? Жауабын жаздым. I'm going to go on holiday. Мен демалысқа барайын деп жатырмын. Екінші сұрақ. Are you going to have a party on Sunday? Сенде жексенбі күні сауық кеші болады ма? Сауық кешіне барайын деп жатырсың ба? No, I'm not. Жоқ, мен барайын деп жатырған жоқпын. I'm going to go shopping. Мен барайын деп жатырмын дүкен аралауға. What are you going to do next Monday? Келесі дүйсенбіде не істейін деп жатырсың? I'm going to meet friends. Мен достарыммен жолығайын деп жатырмын дейді. Жалпы сабақ ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Комментарийге рахмет деп жазып кет. Бай-бай.